Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі сабағымыз лимфодренажды массаж жайлы болмақ. Ол кімге қажет, қандай пайдалары бар және ең бастысы бұл массажды жасаудың негізгі ережелерін талқылаймыз. Егер бетіңізде ісіну байқалса, әсіресе таңғы уақытта көз айналасында ауырлық сезінсеңіз, сіз міндетті түрде лимфодренажды массаж жасау керексіз. Массаж негізінде не жатыр? Тіндерді басу арқылы орталықтан шеткері қарай лимфаны айдау. Не мақсатпен? Тіндерде жиналып қалған артық сұйықтықтарды шығару және де лимфаны тазалау үшін. Түсініктірек болу үшін лимфа жүйесінің анатомиясын қысқа ғана еске салайық. Лимфа жүйесі ол лимфа ағып өтетін капилляр тамыр және түйіндердің жиынтығы. Ол қан айналым жүйесі тәрізді, яғни артерия мен веналар сияқты біздің денеміздің әр бөлігінен өтеді. Лимфа ағысы тіндерде аяқталатын капиллярлардан басталады. Сол үшін достар, оның ағысы тек бір бағытты, яғни төменнен жоғары қарай, қол, аяқ, саусақтардың ұшынан бастап жүрекке дейін. Ал бас пен мойындікі сәйкесінше жоғарыдан төмен қарай бағытталады. Суретке назар аударайық достар. Бұл жерде бас пен мойынның лимфа жүйесі берілген. Айтып өткеніміздей, лимфа өзінің ағысын капиллярлардан бастайды. Капиллярлардағы лимфа ол лимфа тамырларына қарай ағады. Осы тамырларда арнайы қақпақшалар орналасқан. Міне, қақпақшаларды анық осы суреттен көрсек болады. Міне, тамыр, мынау қақпақша. Оның негізгі қызметі сұйықтықтың кері бағытта кетуін болдырмау. Тамыр жолында лимфа түйіндері бар достар. Бұл өте маңызды қызмет атқаратын фильтр. Яғни тіндерден жиналған барша заттарды, метаболизм өнімдерінің қалдықтарын тасиды. Және бактерия, вирус осы жерде жойылады. Ары қарай таза зиянсыз лимфа мойынның ірі веналарына құяды, сосын жүрекке кетеді. Алланың құдіреті. Достар, сабағымыздың негізгі бөлігіне келіп жеттік. Лимфодренажды массажды қалай дұрыс жасаймыз? Айтып өткеніміздей, лимфа ағысы тек бір бағытты. Сол үшін массаж қимылдарын орталықтан шеткері қарай өзінің маршруты бойынша жасаймыз. Кері жасаған жағдайда тамырларда орналасқан қақпақшалар зақымдалып, лимфаның іркілуі, яғни ісіну пайда болады. Ол үшін баяу және нәзік түрде лимфа түйіндерін басып, помпаж жасаймыз. Ендеше бас пен мойын лимфа түйіндерінің локализациясымен танысайық. Қыздар, суретте бас пен мойынның негізгі лимфа түйіндері берілген. Сандарға назар аударыңыздар. 1. Мұрын ерін бүйірінде орналасқан лимфа түйіндер. 2. Иек асты. 3. Жақ асты. 4. 5. 6. 7. Мойын алды және мойын арты лимфа түйіндері. 8. Құлақ алды. 9. Құлақ арты. 10. Шүйделік және осы түйіндердің лидері арасындағы ең ірісі бұғана үсті лимфа түйіндері. Помпаж жасаймыз. 10-15 рет. Баяу, видеода мен сәл жылдамырақ және де аз көрсетіп жатырмын. Құлақ алды лимфа түйіндерін басып жатырмыз. Бұғана үсті. Мұрын ерін қатпарының бойымен орналасқан лимфа түйіндерді басамыз. Мойынның лимфа түйіндерін алдыңғы, артқы, шүйде лимфа түйіндерін осылайша қыздырып алғаннан кейін массажға өтеміз. Лимфодренажды массажды достар
баяу нәзік қимылмен жасаймыз. Қатты күш қолданудың қажеті жоқ, себебі лимфа тамырлары және түйіндері терең орналаспаған. Иә достар, осы ережелерді ескеріп, күнделікті лимфодренажды массажды жасайтын болсақ, бетіміздің мүсінін көтеріп, сұлулығымызды өзіміз арттыра түседі екенбіз. Бастысы әрекет. Мысал ретінде қысқа ғана бет және мойынның лимфодренажды массажын көрсетейін. Беттің жоғарғы бөлігі, яғни маңдай тіннен артық сұйықтықты алып, құлақ алды лимфа түйіндеріне ағызып, төмен қарай, бұғана қарай бағыттадық. Баяу лимфа ағысының бойымен барлық ережелерді сақтап, беттің ортаңғы бөлігінен құлақ алды лимфа түйіндеріне мойын арқылы бұғаналарға, беттің төменгі бөлігінен осылайша артық сұйықтықты шығарып, бетімізді әсемдетеміз. Айтып кететін жайт, лимфа өздігінен өте баяу ағады. Оның ағысының жылдамдығына екі негізгі фактор әсер етеді. Ол диафрагма және де менің махаббатым қанқабыл жігіттері. Сол үшін физикалық жаттығуларды үнемі жасап тұратын адамдарда лимфа жүйесімен бәрі жақсы.